өмірінен бүгінде шыққан ақын жазушыларымыз, журналистеріміз, сөз маржандарын әдебиет қазынасынан теріп жүрген асыл азаматтарымызбен біз қай кезде де мақтанамыз. Сондай талантты шоғырлардың арасында журналист, жазушы, жерлесіміз Алпысбай Шымырбайұлы да бар. Қатарластары Алпаған деп еркелеткен Алпысбай Шымырбайұлы Жуалы ауданының Қошқарата ауылының тумасы. Жазушы Алпысбай Шымырбайұлы бүгінде 70 жылдығына орай Жуалы ауданының төрінде ұйымдастырылып отырған үміт құсын үкілеген Алпысбай деп аталатын шығармашылық еске алу кешіне қош келдіңіздер. Бұл рухани іс-шараны өткізудегі жалпы мақсатымыз жазушының шығармашылығын оның артында қалған өскелең жас ұрпаққа паш ете отырып, үлгі өнегесін жергілікті оқырмандардың арасында кеңінен насихаттау болып табылады. Халқымызда жақсының аты өлмейді, ғалымның қаты өлмейді деген тамаша бір ұлағатты сөз бар. Қазақ әдебиетінде ұлт көсенінде өзінің ерекше қаламын, өзіндік өрнегін ала келген Алпысбай Шымырбайұлы өзінің тірісінде үміт құсы, қарлығаш ұя салған шаңырақ, шырқа керней, көңілді 90 деп аталатын кітаптарын жазған. Бүгінгі Алпысбай Шымырбайұлының жазған кітаптарының да макеттері өздеріңізде сахна төрінде орналасқан, өздеріңіз көріп отырғандай. Сондықтан еске алу кешіміз сәтті өтсін дей отырып, баршаларыңызға жақсы көңіл күй тілеймін. Олай болса, бүгін арамызда Алпысбай Шымырбайұлының аяулы жары, жазушы, журналист Райымбекова Гүлжамила Қазанғапқызын сіздердің қошеметтеріңізбен сахна төріне шақырсам деймін. Келіңіз. Сіз ұлт әдебиеті мен журналистиканың дамуында елеулі үлес қосқан талантты жазушы, қаламы қарымды журналшы Алпысбай Шымырбайұлының аяулы да асыл жарысыз. Отбасында саналы ұрпақ тәрбиелеумен қатар, журналистика саласында қатар еңбек етіп, елдің рухани дамуына қомақты үлес қосқандарыңызды осы тұрған жұртшылық жақсы біледі. Жазушының асыл жары деген аяулы аттың өзі сізді жоғарғы құрметке ие екеніңізді айғақтайды. Алпысбай ағаның жас ұрпаққа жазып қалдырған рухани мұраларының да шырақшысы атанып, жазушы шаңырағының отын өшірмей келесіз. Бұл үлкен міндет. Халқымызда жаңа қайталап айтқандай, жақсының аты өлмейді, ғалымның қаты өлмейді деген ұлағатты сөз өздеріңізге арналғандай. Сізді жазушы Алпысбай Шымырбайұлының 70 жасқа толуына орай туған жердегі шығармашылық кешпен құттықтай отырып, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілейді. Ізгі ниетпен Жуалы ауданының әкімі Мұртаза Жалғас Айжанұлының алғыс хатын тапсыруға және ықылас гүлін тапсыруға рұқсат етіңіздер.
қазақта орамал тон болмайды, жол болады деген ізгі ниетпен кішігірім орамалыңызды қабыл алыңыз. Жуалының жұртшылығы сізді қуана қарсы алды, ыстық ықыласыңызды сезіне біліңіз. Бүгінгі кеште біз сізге жақсы көңіл-күй, рухани кеш сыйлаймыз ғой деген үлкен үміт білдіремін. Журналисттің жары болу, ақынның жары болу қиын дейді ғой, журналисттің жары болу да оңай емес. Мен осы әрбір күнімді Алпекеңнің бір сәт тірі күнін айырбастамас едім. Мынау курстастары жаңағы кездесіп өткізгенде Астанадағы басылымдардағы журналистер ғой. Сол кісілер құс істеген журналистер ғой. Сонда бір сұрақ қойған: Гүлжамила, осы сенің Алпысбайың неге шашы қап-қара деп. Бұл кісі шашы ағармай кетіп, бана суреттен көріп тұрсыздар ғой, мұрты ағарды. Сонымен екі неден қашып тұрдым. Ең соңында Қуаныш Жиенбаев деген журналист қоймай қойды: Гүлжамила, бір сұрақ айтшы, неге? Мен айттым: бейғам ғой бір кісі, бейғам. Бұл кісі өмірден жоғалтатын, ерте жоғалтқан. Жетім қозы тас бауыр дейді ғой. Түңілер де отығар дейді. Біз сияқты ата-анамыз ана-мынау деп жүргенде бұл уже жоғалтатын, жоғалтып қойған. Бұған жоғалтатын ештеңе жоқ. Сол көп нәрсеге мән бермейтін. Ішіп алса, тамақ ішіп алса, бүк түсіп бір ұйықтап алатын да, біз ұйқыға жатқан кезде бұл творчествосына кірісетін. Не дейміз енді, бағанада ана жақта айтып өттік қой, басылымдарда істеді, ел кәдімгі айлығын алып, тиісті неғып жүргенде бұл үйін залапқа қойып, момын журналист, момын Алпысбай бағана айтпай үйде залапқа қойып, 25 жыл ғажайып үндістан шығарды. Бұл кісі әрі момын, әрі қайсар етін. Айтқанынан қайтпайтын жаңа. Енді Үндістан елдері нетін қайтарып атыр ғой, орденге ұсынды. Ол орденді алу бізге ұзақ жылдарға созылатын шығар, шүкір. Дұрыс айтасыздар. Адам қаншама байлар дүниеден өтеді. Біз енді өмірдің сынағында жүрміз. Бірақ мынау еске алып атқандарыңызға рахмет. Осы шапанды мен емес Алпекең жамылу керек еді. Қайтейін. Мен бірақ сеземін. Бұл кісілердің жаңа аталары қатты амалда болған кісілер. Суды теріс ағызатын. Мен кейде айтатын: Алпеке, журналистік қызмет өз алдына қой, сен бір ауыз намазға жығылшы деп. Бұл айтатын: менің мынау жазып жүргенім өзі, бұл да ілім деп. Енді ол кісі кетерінде жаңа докторханаға айтып отырдым. Бұл кісіні біз дүниеден қайтады деп ойлаған жоқпыз. Екі этаж коттеджде тұрдық. Есікті біреу тоғылдататын. Мен шықсам бір наурызбек секеңдеп ұшып жүретін. Екінші рет тоғылдатады, шығып жем шаштым. Жем жегісі кеп жүрген шығар. Үшіншісінде екінші қабаттың терезесін тоғылдатты жаңағы наурызбек. Сонда Алпысбай жұмыста келгенде міне бір құс кешке дейін терезені есікті тоғылдатып жүрді. Сонда Алпекең айтқан: бұл менің әкем ғой, аған кеп жүрген деп. Сол жаңағы кітаптан оқисыздар ғой, қалай дүниеден кеткенін. Соңынан осы аспан айналып жерге түскендей болып, шелектеп жаңбыр жауып, далада бір ет күшікті құтқарып, үйге мәз-мәйрам, тура Индиядағыдай жаңбыр жауып тұр, күлеп кетеді. Мен айтын: сен аузыңнан Индия түспеді ғой, 37 жыл болса сен репрессияға нетіп атып тастар еді. Жатшы бар деп. Сол жатқаннан кетті. Жаңағы
скорый шақырайық десек, енді ол кітапта баяндалады, ары қарай естіп оласыздар. Не дейміз, рахмет, мынау тақаңа рахмет. Жаңағы жүнжіп күйзеліп жүрген жесірді желкелеп алдына салып, мен ол кітап шығуы мүмкін емес, ол мүмкін емес деген білем ғой, үлкен қаржы тұратын. Енді міне жаңағы қолдап қоршап, бектасқа да рахмет, байлығының бір шетін лақтырыпты, шүкір, балаларының бір журналист болсын деп тілейміз. Осы елге келгенде жаңағы біздің көйлегіміздің несін қырқып алатын бір кісілер. Мен айтатын, қырқып алған жақсы ғой, бірақ әперетін көйлек керек қой. Бүгін енді мына көйлегімен ешкімге жоламай шауып жүрмін. Енді иншалла ырымға жолыңыздар. Бірақ сол мынау Жаңақорғаннан келген кісілер бар ма? Мына жерде? Иә. Рахмет. Мынау енді әйелдердің арасынан мен ел жақтан бірінші шықтым ғой. Келіндік міндетім бар, әйелдік міндетім бар. Қыз балаларына журналистикада өте қиын. Мынау Тауған Амандосов деген профессорымыз айтушы еді ғой. Осы алысып жүріп материал жазып, атамның атын атама дейтін. Енді атамыздың атын атамауға мамандығымыз не позволяет дейді ғой. Мына Аллаға шүкір, атам маған риза болсын, өздерін көрген жоқпын ғой. Жалғыз тал Мұғиканың тұяғын, Шымырбайдың ұрпағын, мен қазір мынау кадр түсіріп бала, Шымырбай атаның шөбересі. Ана жақта немересі отыр. Не дейміз енді? Мен бір миссиямды орындадым, атаның арманын орындадым. Сіздерге сол табыс тілеймін. Әрбір ұрпақтарыңыздың арты осындай жақсылықпен аяқталсын, бірақ мен басымдағы қайғыны, менің тағдырымды ешқайсыңызға тілемеймін. Гүлжамиля Қазанғапқызы әрбір көзіңізден шыққан жас, қуаныштан жасы деп қабылдайық. Себебі артында осындай елі бар кезде Алпысбай ағамыз мәңгі тірі. Құрметті жұрсүйер қауым, құрметті көзі қырағы оқырман қауым, бүгінгі кешіміздің, рухани кештің табысты өтуіне тағы да мен сіздерге тілектестік білдіре отырып, ары қарай кештің жүргізу тізгінін жерлесіміз, публицист, жазушы журналистер академиясының алтын жұлдыз белгісінің иегері, Қазақстан журналистер одағы сыйлығының жүлдегері, әдебиет пен ұлт жанашыры атанған Талғат Айтбайұлы ағамызды құрметпен сахна төріне шақырамын. Қошқарата ауылы бір қасиетті өлке, қасиетті мекен, өздеріңізге белгілі. Бұл мекен несімен ерекшеленеді? Бұл мекен жазушылармен, ақындармен, журналистермен ылғи да ерекшеленіп отырады. Талғат Айтбайұлы осы кештің тікелей ұйымдастыруына мұрындық болып, аудан әкімдігіне арнайы хат жолдап отыр екен. Сондықтан сізге елдің атынан үлкен алғысымызды айтамыз, ықыласымызды білдіруге рұқсат етіңіз.
келдіңіз аға. Кештің тізгіні өзіңізде. Бүгін әдебиеттің тойы болып жатыр. Әдебиеттің шығармашылық еске алу кеші болып жатыр. Бүгін өз ойлаймын, жақсы күн. Алпамызды біз тірілткендей болып жатырмыз. Алпам мәңгілікке кеткенімен бұл өмірде мәңгілік тұрақтаған азамат. Мына тасқа басылған дүниелері Алпамның өмірін ұзартады. Біз соған куәміз. Бүгін Алпамның Алпысбайдың оқыған мектебінде болып, сағат 10-да басталды бізде. Бір 5 минут қана кешікті. Тур уақытында бастап, 1,5 сағат бір әдемі жиын болды. Әсіресе балалар қуанды. Балаларды қуандырдық. Талантты балаларды көрдік. Қандай әндері қандай әдемі, қандай сазды, жүрекке жететін әндер айтты. Үлкендер жүрекке жететін әңгімелер айтты. Мұны соның жалғасып кетті. Енді мынау кітаптың тойы бүгін. Естер кітабы, шығармашылық кітабы мына жерде тұр. Бағанада лентасын қиып ек. Қазір тағы лентасын қиындар. Осында Доқтырхан дейтін көкем бар. Белгілі жазушы, Алаш сыйлығының лауреаты Доқтырхан Тұрлыбек. Сахнаға шықсаңыз, осы Ғақылжан Мамыт осы кітаптың тойын кітап жазатында берсін еді. Талантты адамдар болады. Талантты адамдар бұл халықтың байлығы. Алпысбай қазақтың байлығы еді. Алпысбайдың байлығы сол халыққа қызмет етті. Қазақстан пендері ұлан дейтін газет көп қызмет етті. Балалардың газет 150 мың данамен шығатын. Бір жылда 100 мыңнан астам хат келетін еді. Балалар мектептің оқушылары ғой, бәрі хат жазады. Бәрі жазғыш, өйткені оқиды ғой. Оның ішінде жарайтын да бар, жарамайтын да бар. Бірақ сол уақыттың талабы әр келген хаттың артында адам бар деп жауап береміз. Алпаң жаңағы үлкен бөлімді басқарды, ауыр бөлімді басқарды, еңбекқор. Аптаның дүйсенбісінде лездеме дейтін болады. Сонда аптада шығатын 2 нөмірді жоспарлаймыз. Сонда Алпаң әлгенде жоспарласақ, мен жасаймын дейді болды. Тағы бірден айтып, оны мен жасаймын дейді. Алпаң бәрін жасай береді. Мойнына іліп алады да, үлгермей тыраштанып ет болып, күндіз 9 мен 6 арасында үлгермей, одан қалып қойып, елдің соңында қайтады. Үйге алып барып тағы да жұмыс істейді. Сөйтіп жүріп Алпысбай жақсы кітаптарды қалдырды. Одан қалған жалғасын біз ұсындық. Алпаң өмірінде ақындықтан бастаған. Мына кітапты
біз жоқтан бар жасаған сияқты іздедік. Алпамның өзі жоқ, көзі жоқ қылмайық деп, әлеуметтік желіден ондаған жылдар бойы жазған өлеңдерін жинадық. Осында Мүслім деген туған бажасы отыр. Сол шаншылып отырып, ондаған жылдар бойы әлеуметтік желідегі Фейсбукта өлеңдерін жинады. Әңгімелерін жинады, сырласқан ойларын жинады. Одан қала берді, елдің естеліктерін жинадық, жаздық. Жақсы естеліктер. Біз осы 200 дана кітап шығардық, ол елдің бәріне жетпейді. Әр мектепте тұрсын деп, ауданда қанша мектеп бар деп сұрадым. 50 мектеп бар екен. Оның сыртында ауылдық кітапханалар бар екен. 26 кітапхана. Сонымен Қайсар мен Айжан 76 кітапхана бар деді. 76 кітапханада 76 Алпысбай тұрсын. Ауылдан шыққан қаламгерлер бар ма десе, Алпысбай енді басқа тұрмайды. Құр үміттіксіз деген ғана кітапшасын көрсе, енді Алпысбайдың қалың кітабын іздейді. Бүкіл мектептің кітапханасында тұрсын, балалар оқысын деп тегін сыйлап отырмыз. Біз бір кездері жазуға қатты ұмтылдық. Біздің алдымызда Бауыржан атамыз болды, одан кейін Шерхан Мұртаза келді. Одан кейін Әміртай ағамыз келді. Одан кейін бір қауым Қасым ағамыз, Бектұрсын, Доқтұрхан Бөкем, Шыңғыс дейтін ағамыз беріп марқұм. Соңғы уақыт іздеушісіз қалды. Әпсі мықты сатиже келді. Мықты журналист еді, мықты әңгімеші еді. Одан кейін Толқын келді, Толынбек, Талғат, екі Талғат. Алпысбай, арадан уақыт өтті. Ондаған жылдардан кейін Бауыржан дейтін мықты ақын келді өмірге. 20 жыл сап Нұржан Манасов дейтін ақын келді. Перизат. Қараш, сиреп барады. Біз соларды сиреп биіктеп, Алпысбайдың 70 жылдар кезінде біз жуалықтарымыз дейтін шығармашылық байқауды жариялап отырмыз. Байқаудың шартын алла жазса Перизат алдағы өмірде береді. Алпысбайдың шығармашылық кешті еске алу кеші қалай өтті, соны берген материалдың құрамында мына біздің шартымызды берді. Бұл шарт бойынша біз балалар шығармашылығын дамытуды қолға алып отырмыз. Жазатын балаларды көбейтейік деп. Сөйтіп, мен балаларға арнап жыл 12 деген журнал шығардым. 76 кітапханаға 76 журналды тегін таратып отырмыз, қалдырып отырмыз. Балалар не жазған десе жаңаға, біз жуалықтарымыз деген шығармашылық байқауға. Сол үшін ана жыл 12 деген журналды оқиды да, әңгіме жазудың үлгісін көреді, өлең жазудың үлгісін көреді, ертегі жазудың үлгісін көреді. Одан қала берді, аңыз әңгімелер тереді елдің аузынан. Одан қалай берді, жесу аттары қалай шыққан, соны тереді. Одан қалай берді, өздеріне оңаған мақал мәтелдерді жинасын. Сол осы байқаудың газетке жарияланған күннен бастап, күні басталады, ал аяқталатын күні 25 қазан республика күні, сол күн тиянақтаймыз. Сөйтіп, жылдың аяғына дейін сол байқауға қатысқан балалардың жаңағы жеткен шығармаларын, оның үстіне кім қатысса да, содан бәрін аты жөндерін, материал жармай ақса да, балалардың аты жөнін, мектептерін көрсетіп, сол кітапты елге ұсынамыз. Балаларға береміз. Сөйтіп, балаларды оятпасақ, балаларды тәрбиелемесек, балаларды кітап оқитын, кітап құмыра қылмасақ, басқадай жол көріп тұрған жоқ. Бұл биылғы Алпысбайдың 70 жылдығы кезінде біздің бастамамыз, жыл 12 журналдың бастамасы. Алда бұл бастаманы шығармашылық байқауды республикалық деңгейге көтерсем деген ойдамын. Бұл қазір эксперимент ретінде жүреді. Алпысбайдың 70 жылдан алған байқау сәтті аяқталады деп ойлаймын. Өйткені аудандық оқу бөлімінде әрбір мұғалім, әрбір кітапханашы балаларға осы байқаудың шартын берсін, жазсын. Мен Алматыдағы біздің адресім, мекен-жайымыз бар, телефоным бар. Сол қаралмай қалады демесін, мән береміз. Ешкім ескерусіз қалмайды. Бізден кейінгі толқын бізден де биік өсу керек. Мына Алпысбайдың шығармашылық бүгінгі еске алу кеші осындай ойға жетелеп отыр. Мына сіздерге мың рахмет. Енді Алпысбай туралы кімде айтады деген сияқты әңгімеге келіп отырмыз. Осында Нұрмахан дейтін кластасы бар.
Мына бүгінгі тұсаукесер жасаған лентасын жазған кітаптың ішінде Нұрмахан Жүнсәлиевтің естелік мақаласы бар. Кластастар атынан Нұрмаханға сөз берсем. Сосын арамызда ақын бар, Жемісті дейтін ақын апайымыз бар, ол кісі дайындалып болсын. Ал сәлем бердік көпшілік қауым. Осы бәріміздің де бас қосып осы жерде тоқайласып отырғанымыз мына біздің Алпысбай деген азаматтың 70 жастың төңірегінде болса керек. Әне деген 70 жасқа да кетті. Келіп біз Алпысбаймен өз басым мектепте бір сыныпта оқыдық. Ол уақытта сынып деген жоқ, класс дейтін ғой. Бір класста оқыдық. Мектепте бірге біттік, дипломда мектептің аттестатын бірге алдық. Қызық қуанышты бірге өткіздік. Ол енді көрші ауылдан бұлдан интернатта жатты, біз сол ауылда тұрдық. Бала кезгі қызық қуаныштың бәрін бір өткіздік деп айтсақ болады. Алпысбай өзі жалпы әр бала біз 22 бала бітірдік. Соның ішінде 15 ұл бала, 7 қыз бала. Әркімнің өзінің мінезі бар. Әркім әр түрлі. Екі адам бір-біріне еш ұқсамайды. Сол сияқты Алпысбайдың өзіндік мінезі, өзіндік қасиеттері көп болды. Мен өз басым мысалы осы бүгінгі жиында отырып бағана да бір ойланды, Алпысбаймен қанша көрінді, бір рет соның қабағын шытып, ашуланып, біреуді баламыз қонды, біреу боқтап, болмаса біреуге қатты сөз айтқан тек естіліп. Еш уақытта ол біреуге қатты атаңы нәлет, болмаса жаңағы андай-мындай деген қатты сөз айтқан азамат емес. Ондайды құлағым естіліп. Бар ренжігені қабағын түйіп, үндемей отырып қалады. Айтады сөз деп бағам жоқ, ішінен қиналауға сондай сезімде болады. Басқалар болса сыртқа шығарады, әйбәлен өндеп, ондай қасиет жоқ болады. Бәріне осы ішінде күліп қойып отыра беруші. Ол өзі сондай ерекше азамат болды. Ортамызда бірінші ол Артекке бар. Артек деген ол одақтың балаларының бас қосуының көп жері. Оған неке саяқ баратындар. Біздің Башқарата өңірден жалғыз Алпысбай ғана барды. Одан кейін мектеп бітірді. Мектеп бітіргенше сан мақаласы газет журналдарда шығып тұрды. Қазақстан пионері газетінің мақаласы өте көп шықты. Одан кейін естегенде үлкен газеттерге шықты. Сол күйінде мектеп бітіре салынан оқуға түсіп кетті. Кейін институтты бітіріп Алматыда қызметте жүріп, ол күнде де қала араласып, құраласып дегендей сәлемдесіп, сауқаттасып тұрдық. Сол мінезімен кетті. Сол мінезімен өмірген, сол мінезімен кетті. Өте еңбекқор, сондай жуас жігіт еді. Ол туралы мынау Индиямен арадағы нені шығарған журналы ол үлкен жетістік болды. Оның кезінде елбасымыздың өзі марапаттады. Осы журналда сол жағынан Алпысбай өзін тағы бір көрсетті. Жалпы өзі туатуда сондай өмірге басқаша көзқараспен келген азамат еді, сол басқаша көзқараспен кетті. Өте пәк, таза кісі болды. Мен жалпы жеткіншектерге соның еңбекқорлығын берсе, соның сондай терең ойлы мағыналы тұжырымдарын берсе деп ойлаймын. Үлкен азамат еді. Енді Аллаға да мүмкін жақсы адамдар керек шығар, кім білсін. Мүмкін солай болмай әйтеуір оны ортамыздан ертерек алып кетті. Енді артында ұрпақтар бар, мына Гүлзамила қарындасымыз бар. Құдайға шүкір, әйтеуір орында бар оңалар деп, осылар арқылы Алпысбай әлі де көп жыл жасайды деген ойдамыз. Алпысбай біздің ортамызда әр уақытта болды, бұдан кейін де бізбен бірге бола береді. Рахмет. Ал жұмыстардың сізден кейін бір ән жібереміз. Абайдың бір ән естелігі бар. Алтан Үндістанға барған кезінде үлкен сыйлық алып келіпті. Ол кітаптың ішінде айтылады қандай сыйлық екені. Өз күлдіріп айтады. Бұл кісі мұғалім, қарт мұғалім болған кісі.
Сәбит Мұхат мектебінде өмір өткізген. Ал бүгінгі мынау еске алу кешіне жиналған үлкен кіші көпшілік, келген қарамдарымызға гүл бітсін, үлкен рахмет сіздерге. Мынау Алпысбай туралы маған сөйле дегені дұрыс. Мен ол елге келін болып келгенімде мектепке Алпысбай 6 класста оқитын. Бірақ мен бастауыш кластың мұғалімі болдым. Алпысбайдың жоғары класста жаңағы кішкене мақалалары, өлеңдері шығып жүргеніне ол кезде мән бермеген бізге. Артекке барғанда да ол қалай барып қалды, сол жазушылық жағынан барды ма, Қазақстан пионеріне сол кезде мақалаларын несі шығып жататын оғанда онша мен өз басым мән бермегенмін сол мектепте жүріп. Бірақ кейін бізді өмір Алпысбаймен өте жақындық табыстырды. Мынау отырған қайсымды күйеу бала болды. Ол өзі бір жағынан ағайын, бір ауылдамыз. Бір содан бастап біз бір отбасы ұқсап, мына күні бүгінге шейін араласып кеткенбіз. Бірге іштік, бірге жедік, бірге қуандық, бірге жыладық, бәрін де көрдік. Ең осы Алпысбай бізден бұрын кетіп қалады деген ойымызда жоқ. Алпысбай кеткенде төбемізден жай түскенде естідік. Сөйтсе мына қыз айтыпты, тәтеме хабар бермеңдер, көтере алмайды оны естісе депті. Сонымен бізден жасырып хабар бермей, кеш батқанда түнде болып қалғанда естіп қалдым біреуден. Содан, сол Қыстауғаннан, Тараздан такси шақырып, түнгі 11-де Тараздан Алматыға мініп, азанда сол жеткізгенбіз. Өзіміздің балалар қыздарымыздан қарсы болады. Жолда папаңызды бір бәле қылып қоясыз, жүрегі ұстап қалады деп. Мен айттым, ол тегі жақсы нәрсе болады дедім. Біз оқытқан оқушымыз кетіп бара жатса, ол тағы Алпысбай болса, сол жолда өліп қалса, онда жақсы болады. Бой бермей жаңағыдай сөйтіп шығарып салуға жеткенбіз. Мына Бесбай бәрі кластастары сонда болған. Мына Алпысбай айналайын, ол туралы естеліктер айтсам, ертеден кешке дейін таусылмайды. Өйткені менің қыздарым, ұлдарым оқуды бітіргеннен кейін, күні бүгінге шейін сол Алпысбайдың үйінде жүріп оқыды. Алғашқы қазақ еліндегі 4 бөлмелі үйде тұратын, ол не ішіп, не жейдімен жұмысшы. Алматыда Алпысбайдың үйі бар, Гүлжамиланың үйі бар дейміз да, апарып тастай саламыз, оқу бітіргенін. Содан кейін жаңағы әйтеуір ойымызға түскенде жаңағы барып тұрамыз, анауымызды алып, соныменен бұл Алпысбай туралы естеліктер өте көп. Кітапқа естелік бергенде де білмеймін, мен кітаптың жарғысын жазатын едім. Тура бір 2-3 күн қалғанда ғана біреуден естіп қалдым. Таразда тұрамыз, Таразда тұрсам да мен жаңа өмірді жаздырып алдырамын. Бірақ сол арайға бір пошта сайлап қойғанда ол аптасында бір-ақ рет әкеледі маған жаңа өмірді. Содан кеш естіп қалды да дереу Талғатқа звондадым. Ойбай Талғат, мен естелік бермей қалам ба? Кітап қашан шығады дедім. Ойбай, соңғы күн бүгін қайтсеңізде жіберіңіз деді. Сол жіберейін десем, жаңа компьютермен жазу үшін Бургиға келгім керек. О жақта Таразда үйде жазатын ешкім жоқ. Енді қайтем, Талғат, телефонмен WhatsApp-ға жіберейін ба естелікті деді. Болады деді. Сонымен телефонына WhatsApp-мен жібердім Талғатқа. Мына кітапта бар ол естелік. Енді кітап бәріңіздің қолыңызға тимесе, асығыс бір өте күліп еске алатын естелікті жаздық сол кезде. Жаңағы Индияға барған сапарында. Не әкелген ғой? Ауылға хабар келді. Алпысбай Индиядан келді деді. Ана ғажайып тұстанды, біз жаздырып аламыз сонда. Тұстағанда тұрсақта. Содан кейін сол мен Индира деген қысым жаздырған жаңағы. Индираға Алпысбай сыйлық әкелдім деп хабарлады ғой жаңағы. Арнайы Индиядан 3 қызға сыйлық әкелдім деп, оны атын айтып алған. Ойбай, Индиядан не әкелді дедік те жаңағы. Етімізді, майымызды бәрін салып, ұштық келжем екеуміз Алматыға қарай. Содан кейін жаңағы Гүлжамила отырып, жаңағы сыйлықты
әкедегенді көргенде жаңағы кішкентай адамның көзінің қарашығындай қызыл жылтырақ қағаз идеядан дейді үш ерекше үш қызға ғажайып тұстаның белсенді жаңағы оқырманы үш қызға Индиядан осындай үш жылтырақ әкеліп дейді ғой. Енді көзімізде жас аққанша күліп, сол жылтырақ қағазды жуып, етті асып, шайды ішіп, қонып, сөйтіп қайтқанбыз кенжемен екеуміз. Ауылдағылар келсе күтіп отыр ғой жаңа. Индиядан не әкелді? Біз керек деп күтіп отыр. Сыйлықты көреміз Индиядан әкелген деп. Сондай, сол қызық болған сондай. Ой, сол Алпысбай енді бір тойға барсақ та, бәрі бір жерде бірге жүреміз. Арна өлең оқымай қоймайды. Арна өлең. 60 жас болса оған арнайды. Арна өлең оқып тұрады. Қандай тойға барса да. Біз соған да мән бермегенбіз ғой сол кезде. Қағазыңды әкеші демейміз, оны қарамаймыз да. Өлең оқымай, арнамай, ол жаңағы бір туғанның болсын, той болсын, үйленің той болсын, өзіміздің арамызда туысқандарда бәріне арап. Өлеңген жаңағы менің өлең жазатынымды біледі да, алдымен маған оқытатын. Әпке дейді сол кезде мектепті үйреніп кеткен. Міне мен мынандай жаздым деп әкеп оқытып тұратын. Қарап, жаңағы мына кітапты жаңағы жерде тез қарап шықтым. Сөйтсем жазғандары өте көп екен. Өте көп екен, айналайын талғап, көсеген көрсін, жасың ұзақ болсын. Мынаны жарыққа шығарғаным бұл енді өте бір үлкен іс болды, өте үлкен іс болды. Осы мына кітаптағылардың Алпысбайменен бірге жүрсекте көбісі көрмеген мен мынаны, көбісі көрмеген. Маған бәрі көрсетеді деп жүрсем, жаңа тез бәрі қарап шықтым, көбісі көрмеген екен. Көп нәрсе істеген екен айналайын. Енді не дейміз? Өмір болса жаңағы Аллаға да жақсы керек дейді ғой. Бір қайным айтқан, әлемінің ғана маған бір лес деген қайным бар. Өзімнен кейінгі бір-екі абысындарымыз кетіп қалды да, сол жерде жылап отырсам айтады да, ойбай енді мен айттым енді мені жуатын адам қалмаймын мынау не бәлем сөйтіп жылап отырсам айтады сен керек емессің жаман адамсың ояққа неғып сені апарып дейді ғой соғысқа барасың ғой Аллаға да жақсы керек екен өте көзді ашып жұмғандай Алпысбай мұндай мұның жүрегінде көп нәрсе кетті миында көп нәрсе кетті оның айтатыны өте көп еді өте өзі сондай баяу жай сөйлейтін, асықпай қимылдайтын, сондай адам еді. Мен мынау мектепте 94-те шықтым, пенсияға. Сол кезде ойладым. Ойбай, мен мынау мектепте жүріп, мына жазуының бәрі қалатын болды. Бір Андроповтың несі шықты жаңағы. 25 жыл стажбен, ол баласы барлар 45 жасына шықсын деп. Яғни барда өтініш жаздым, сол жерде шығып кеткем. Сонда менің алғашқы кітабым 63 жасында шықты. Бірінші кітабым. Мені қазір 14 жылдың ішінде 16-шы кітапты бүгін талғатқа беріп тұрмын шығаруға. Менің жасыма келгенше білмеймін. Алпысбай халыққа елге керекті қаншама нәрсе жазатын еді. Өте сондай жаңағы сол өзімді ойлап, өзімді салыстырып ойлаймын. Алпысбай кеткенде жап-жас бала екен ғой, жап-жас бала екен. Мен 63 жастан бастап 16 өлең кітапты шығарып, 17-ші кітапты дайындап қойып отырып, бәрін осы талап шығарған сол кітап, бәрін. Сонда айтқам, ой, тез кетіп қалмай, осы жылына 2 кітап берген кезімде болған талапқа, 2 кітапты бірден. Өйткені айтпай бақты сонда айтам, жасым келіп қалды, өз баласы шығарып келсең. Сол маған айтты бір жолдасымыз. Неге газетке бермейсің, газеттерге? Неге? Ол кітап қалады бір бұрышта деді. Ой, өйтіп газетке беріп жүруге маған уақыт жоқ деп қоямын сонда. 60 жастан бастап шығарған соң уақыт жоқ деп ойлаймын жаңа. Сөйтіп мінекей 16-17 кітапты жазып бітірдім. Газетке де бермей кітап болып қалсын деп, бірақ Құдайға шүкір барлық мынау Астанадағы ұлттық мұражайға да Тараздағы Шоқан Уәлиханов атындағы әмбебап кітапханаға, мектептерге, педколледжге өткенде осы Бурныйға қайтамен орала алмай кеттім. Өткенде Бурныйдың орталық кітапханасына жаңағы талғат құсап таратып жатырмын енді. Газетке бере алмасам да. Сол өзіммен салыстырып, сондай ішім
тұрымда барлық қанша нәрсе кетті деймін да Алпысбайдың несінде, жүрегінде, ішінде. Көп нәрсені жеткізе алмай, көп нәрсені бере алмай кетті ау деп өкініш сол ғана. Бірақ енді артында ойлайды ғой, Аллай, мені іздейтін адам бар ма екен деп ойлайтын жасқа да жеткен жоқ ол. Мына Талғатқа өте мың мәрте рахмет айналайын сенің. Ешкімнің бірге туғаны да бұл мені түсінбесе, жазушылықты түсінбесе, Алпысбайдың жүрегін, қиялын, арманын түсінбесе, мынандай тірлікке ешкім бармайды. Мына осы Алпысбай арқылы сен қаншама адамдардың жүрегінде қалдың, өте игілікті іс жасадың. Дария Рахметовтың кітабын шығарғанда да қатты риза болдым. Сол кезде бұл студент еді, Талғат. Сол Майтөбеге барып, соның шығар нелерін іздеп, сол өлең кітапқа алған сайын айтатын, ой айналайын Талғат-ай, мынаны шығарғаның қанша студент кезінде деп жаңағы. Мінекей, сенің жаңағы желтоқсанды янтыққаның бар, осындай еңбектерің бар, өте, менің енді артық айтсам, өте ұлы адаммен бірге жүргенімізді, өте ұлы адаммен бірге өмір сүргенімізді қазір біз бағаламай тұрмыз. Бұл өте ұлылық іс мына Талғаттың істеп жатқаны. Өте үлкен іс. Бағаламай жатырмыз. Алпысбайды білмей қалған кезде Талғатты да қазір білмей тұрмыз. Мына өте жаңағы мына данышпан адамның игілікті ісі бұл. Абай, рахмет. Өркенің өссін айналайын. Рахмет, Абай. Мынау артында қалған ұрпақтарына өмір берсін. Сенің өркенің өсіп, жасың ұзақ болып, осы тілегіміз қабыл болсын. Өте саған қатты риза болсын. Көп рахмет. Алпысбайды еске алып, бағана бірінші көргенде қошқыларына ой, атырмай, жазбай, кішкентай бала ғой, сондай қатты толқып едім. Қазір мынау адамдардың сөзінен, неден кішкене, бұның өзі де үлкен бір жақсы өмір екен. Жақсы нәрсе қалдырған екен артында. Жақсы адамдармен бірге оқыған екен. Жақсы адамдармен жүрген екен. Біреуде болса соны Алпысбайды іздейтін Алланың бұл үлкен бір шапағат екеніне бізге осы Талғатты беріп отырған. Өте рахмет, барлықтарыңызға рахмет. Бұл өмірдің заңы қана, сан сүрініп сан қолғатар. Неге олай, неге олай? Бір ауызы жұбатады, бір ауызы жылатады. Неге олай, неге олай? Аңызға толы адамзаттың жолы, таусылмас өмір сырағы, сырғылмас алсыз сорағы. Өмір өтінше, шаттықпен мұңнан жолдады. Сүрінбей, қолапай, бұл өмірді білмелі, көрдені көңілін көрдеме. Тағдырымыз келсені сынап, бақытсыздық емес ол бірақ ата жүріп бақ пен малар, жарасады ақ пен қара. Неге олай, неге олай? Жалыны бар жабығу бар, кейде шексіз
70-ке келді. Сөйтіп мынау бұрынғы Ленин сарайында, Алматыдағы Республика сарайында 70 жылдығын атап өтті. Зал жарым-жартылай болды. Олжас дейтін керемет адам ғой. Ол адам зал жарым-жартылай, сол 70 жылдығын Мұрат өзі жүргізіп жатыр. Екеуі орысша жүріп жатыр. Содан Олжастың айтқаны ғой. Өткен күнмен өмірсем, кейде есім алсам дейді. Өзімнен өзім ұялатын кездерім болады деді. Бір әбестер істеп қойдым, бір жаман сөздер айтып қойдым, содан ойым оралады деді. Өйткені біз періште емеспіз ғой, пендеміз. Пенде болғасын, күнде болмасын әйтеуір бір қателіктер орындамыз. Күнделікті әрекеттің барысында. Мұны Алпысбайдың артықшылығы ол періште күйінде кетті. Таза, пәк күйінде, нәзік сезіммен кетті. Бір пайданы ойлаған жоқ. Күнделікті ағыммен тірлік кешті. Елге қызмет істесем екен деді. Елге жақсылық жасасам екен деді. Бұл енді ілуде бір адамдардың маңдайына жазылатын қасиет ерекшелік. Осы залда Алпысбайдың Шыңғыс дейтін немересі отыр. Әлеуін осы әңгіме басталғаннан мені жолға апарасыз ба, мен барсам бола ма деп қайта-қайта қолқа салған екен. Бүгін келді жолда, үлкен бағана жиында болды, Гүлжәмиле таныстырды. Енді сол Шыңғысты тыңдап көрейік, немересін. Бір ауыз лебізін тыңдайық Шыңғысты. Сәлем. Бүгінгі менің атамның 70 жылдық еске алу күніне келіп тұрғаныңызға көп рахмет айтамын сіздерге. Осы жуалда осындай жиын болатынын мен естігеннен бері мен бірден келгім келді. Себебі мен өзім атамның баласы болғанмын. Мен атамның баласы болғанмын. Атаммен әрдайым сырласып, былайша айтқанда атам менің ең жақын адамым болған. Менің тұлға ретінде, адам ретінде қалыптасуымда атамның ойнаған рөлі зор. Тұлға емес, тіпті жай адам ретінде, адамгершілік қасиеттері мен өмірімде атамнан пәк, атамнан жақсы адам кездестірмеппін. Оның мінез жағынан. Ол бір ретте мені ренжітіп көрмепті. Әрдайым мен қабағыма қарап, әрине еркелікпен болады, еркелігім келеді. Ол сол еркелігімді көтеріп, мені матчтарға апарып, футболға ең алғашқы есімде 12 сәуір күні 2017 жылы сол космонавттар күнінде сол апарған мені Қайрат матчына. Соны өзі барған сайын ол менен қаттырақ қуанатындай болатын, себебі өзі Фейсбукқа жариялап, былайша айтқанда өзінің Фейсбук әлемінде өзінің әлемінде өмір сүреді. Былай маған өмірімде сол атамның кеткен соң өте қиын болды. Шыны керек. Алайда мен білемін, мен атам оны айтқанда, мен оның өлеңдерінен де оқығанмын. То, что біз, оның балалары, оның немерелері, оның өмірін жалғасымыз. Біз аяқтан ұқтырып, біз дұрыс болған сайын, біз оның ісін жалғастырушы. Біз тірі кезде, біз аман есен оның бастаған ісін жалғастыратын болсақ, біз оның өмірін жалғасты екенін мен өзім білемін. Былайша айтқанда, мен бірінші кезекте Талғат атама үлкен рахмет айтамын. Осындай үлкен іс атқарып, осылай жиын өткізіп, осы өте үлкен еңбек жасап, осының бүкіл еңбектерін, бүкіл естеліктерін барлығын жинақтастырып, шыны керек, біз кем дегенде мен үшін, мен өмірімде үлкен рөл алатын кітапты жазды. Мен әрине де ол кітаппен оқып шығамын, ол кітаппен танып
табышам, және де атамның маған сырласып айта алмай қалған оқиғаларын мен осы кітап арқылы біліп, өзіме өміріме керек болатын жақсы ой түйсіктер аламын деп нақты сеніммен айта аламын. Ұлабайды деген қорқамын кейінгі жас балалардан де. Өзінен кейінгі ұрпаққа көңіл толмаған Ұлабайдың өзі. Ондай сөз жабызды айтқан. Біз айтамыз, бүгін жастар білімді, бүгін жастар нашар, қызарға сенім жоқ, елдің ертең иесі кім болады деп. Мына Шыңғыстың сөзін тыңдап, біздің ізімізден ілескен өнегелі, тәрбиелі, өзіндік ойы бар ұрпақтың бар екенін көзіміз жетті. Мына Алпанның өмірін жалғастыратын ұрпақ бар. Алла осыларға өмір берсін. Бүгінгі жиынымыз ойлаймын, елдің көңілді қылатын, ой салатын жиын болды ғой деп ойлаймын. Мына залды лақа толтырып отыру міндетті емес. Сөз тыңдайтын құлағы бар қазақтарды отырғызу керек. Солар үйретсін, басқаларға үйретсін, балалар сабақ оқысын. Қараңызшы, қаншама адам келді, сол қыбыртап қойып отыр. Міне, әруақ қолдады, рух демеді деген осы. Міне бүгінгі кештің соңына бір жақсы кісіге сөз бергім деп отыр. Осы арамызда жасы үлкен, жолы бөлек аға бар. Жақсылық Айбасов деген. Кеше кеңестік саудаға өмірін арнаған. Бүгін өнегелі ақсақал Алматыда үлкен бір ауданның ардагерлер кеңесін басқарады. Бағанада сөйлеп еді. Енді осы бүгінгі кешке ағасыз түйін жасамыз. Сонымен біздің уақытымыз ойлаймын 4,5 бітірімді тұр, 4,5 бітіретін болдық. Сөз сізде аға. Барлық сөз осы ұлы талантқа арналды бүгін. Ұлы талантқа. Оның қыр-сырының барлығы бағанағы туған жерінде айтылды. Оған куә болған сол Алпысбайды дүниеге келтіріп, ойнатып, оқуға апарған естеліктер, адамдар отырды. Олардың барлығы одан үлкен жаңағы көрген білгенін Алпысбайдың сан қырлы тірліктерін, сан қырлы мінездерін, таланттарын айтты. Өте қызықты кездесу болды. Енді міне ол кездесу бүгін осы жуалдың орталығында мінекей кездесіп отырмыз. Бұл жерде де ары қарай сол ұлы талантты дәріптеп, оның көзі көрген оны және оның жолдастары, жазушылары, қаламгерлер отырасында сыныптастары отыр, барлығы есін алып жатыр. Мына мен осы кішкене өзім осы жазушы інілерім бар Алматыда. 15-20-дай осы жуалды өзі бір ақын жазушылардың ауданы деп есептеймін мен. Үнген үлкен жиналыстарда айтамын. Жуалды деген жер қай жақта деп сұрайды ғой, Алматы республиканың совещанияларда боламыз. Мен айтамын, бұл Жуалы деген Жамбыл облысының биіктігі, теңіз биіктігінен 1154-200 метр биіктікте тұр. Ерекше. Тау мен бастаулардан, таза сулардан тұратын, таза аудан тұратын жер, ерекше. Мұндай жер кездесу қиын. Мен сол талант беріп отырған жерде, мына қараңыз, біздің мынау Шерхан Мұртаза, Бауырхан, шынын айтқанда Сталиннің заместителі болған аппаратқа қатысқан адамдар, өңшін қайраткерлер мүшелден өсті. О генерал мен полковникті санағанда где-то 60 адам бар екен осы бойда, Жуалда. Ал енді жазушылары 60-70-ке бар. Барлығы талант тұнған. Сондықтан мен өзімді осы Қошқараттарда өскенмін. Соғыстан кейінгі жылдарда мен көзім көрді. Өңшін қиындықта ауылда өсті. Сөйтіп барлығын паш деп осы талантты жүректіп біздің
ауылымызды былай ел еткен, біріктірген, дәулетін көтерген соғыстан кейін тарап тұрған ғой әр жерде ауылда. Соның барлығын біріктіріп, елдің дәулетін де жағдайын көтерген бір кісі болды ол. Жұрынбай Медетов деген. Мен көзім көрген, мен өзімнің үйлену тойымда басында болған адам. Сол кісі ол қиындыққа қарамай елдің бірлігін, еңбекке деген талантқа осының барлығын сол кісі ұйымдастырып кетті. Содан кейін ол кісілердің қалай тағы сол жолдастары болды. Олардың мақсаты ауылдың балаларын осы интернаттарға тасыды. Жуалыға, Жамбылға 10-дан 20-дан апарып тапсырды. Міне сол балалардың барлығы ден қойып